өздеріңізге ұнаған түстен асықты алайық, сол бойынша топқа бөлінеміз. Ал бұл сағаттарға назар аударайық. Мына жерде неге сіздерге әже және отбасы құндылықтары деген сөз тұр. Неге? Неге деп ойлайсыз? Бұл жерде класста отырамыз деп ойлаймыз. Тағы? Тақырып қандай тақырып? бізде өткен тақырыбымызға байланысты. Иә, бүгінгі өтетін тақырыбымызға байланысты. Осыған қарап отырып біз бөлімді қандай деп алуымызға болады? Отбасы құндылықтары. Иә. Енді сіздерге тапсырма қалар қазір. Алдарыңызда сіздердің стикер тұр. Сол стикерге мынау отбасы құндылықтары және әже деген сөзді естігенде сіз нені түсінесіз? Сізге қандай ой келеді? Соны тездетіп жазып мына жерге тапсыра қояйықшы. Жақсы балалар, өте жақсы. Өз ойларыңызды айтыңыздар. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз бұл Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесі. Бұл әңгіме сіздерге таныс балалар. Алдыңғы сабақта біз бұл әңгіменің мазмұнымен танысқан болатынбыз. Енді біз бүгін сол бойынша қазір жұмыстар орындайтын боламыз. Қазір әрбір топқа бізде тапсырма беріліп тұр. Тапсырмаларыңызды қараңыздар. Тапсырмаларыңызды қараңыздар. Әр топтың өзінде тапсырмасы бар балалар. Орындап болсақ, кәнекей, кім оқиды? Топтан Бұл жерде 4 үзінді болады. Адасқан үзінді. Бұл жердегі сұрақтар әңгіме үзінділерінің ретін табындар. Бұл жердегі үзінді 4-ке бөлінген. Бірінші үзіндіге біріншісі жатады, екінші үзіндіге екіншісі. Ал үшінші үзіндіге төртінші үзінді жатады. Төртінші үзіндіге үшінші үзінді жатады. Жақсы. Ары қарай сіздерден екі қызына шулауы, Азат қыздарына ертек айтуы, Азаттың жегі туралы әжеге туралы айтуы, қыздың нағыз әжені көрсетуі. Қайда әңгімесінің жоспары. Шығарманың тақырыбы әженің кім екенін көрсету. Шығарманың идеясы әженің қасиеті мен қамқорлығы. Шығарманың басталуы екі қыздың шулауы. Шығарманың дамуы әкесінің ертек айтуы. Шығарманың шарттаушығы қонаққа баруы. Шығарманың шешімі нағыз әжені таппауы. мына жерде сіздерге кигіздей берілген, сол кигіздейдің астында сұрақ бастырылған. Келеміз де сұраққа жауап береміз. Кәнекей, топтардан келіп жауап берейік сұраққа. Кезектес. Қыздарына нағыз әжені көрсете алды ма? Әкесі көрсете алған жоқ. Себебі өзінің айтқан әжесі басына орамал киген, кимешек киген әжені айтуы. Ал олардың әкесінің көрсеткен әжесі басқа әже болып шығуы. Азаттың әжесі қандай еді? Азаттың әжесі қазіргі замандағы кейіптегі әже. Ол деген басқа кимешек кимейді. Және де ол балдарға ертегі айтып бермейді. Жақсы, ары қарай. Нағыз әжені табу, иә, жақсы. Ары қарай. Нағыз әжені қандай шығармасының жанры? Нағыз әже қайда шығармасының жанры? Жақсы, ары қарай. Әкесінің айтатын ертегілері ол жаңағы өзінің бұрынғы кішкентай кезінде ертегілер айтқан әжесі солға өзінің екі қызына айтып береді. Жақсы. Нағыз әже әңгімесінің тақырыбы нағыз әжені көрсету. Нағыз әжені көрсету. Жақсы. Ары қарай. Қонақтан қыздар неге көңілсіз қайтты? Себебі олар өз әжесін Жақсы. Бойынша өз бағалауымызды көрсетейік. Жақсы.